Бырчок ана-баба onun баласы оқымышлы олып, олар үшін бір ғурур олып өскенini істей. Бүгінгі заманымызға бұл мақсатқа етмек үшін бырчок бала төгереклері чашу түрлі секция ве мерkezлер çalışмақта. Малюм олғаны кыбы шымдылық бір ана-баба баланың менталь инкишафына да эмиет беріп, о сабиыны тама бұйы нелеште инкишаф етмеге тырыша. Мисал үшін, шымды пек популяр олған менталь эсап бар. Келіңіз шымды тама менталь эсапның файдалы тарафлары ақында лаф етейік. Целью нашего курса является тренировка мозга для максимальной скорости восприятия и обработки любой информации. При этом происходит гармоничное развитие обоих полушарий головного мозга, левого, отвечающего за логику, и правого, отвечающего за образы. Одновременная работа обоих полушарий мозга обеспечивает ему сообразительность, креативность, нестандартный подход к решению задач. Также у ребенка развивается внимательность, усидчивость, фотографическая память, воображение, точность и быстрота реакции в любой ситуации. Білгеніміз кібі, ақылда сайғанда саярларының қоланмасы Қытай ве асыл дүния медениетінің ең esas қысмыдыр. Мерақлы факт, бірінші олып милләтіміздан әвел 190 сенесі Қытайдақы язма менбаларында Суаньпань адыны ташыған саяр ақында білгі раскетірілді. Бірінші олып милләтіміздан әвел 2013 сенесі есе бұл эсап усылы ЮНЕСКО тарафындан мадди олмаған медени мирас кыбы қабул етілді. Мой совет родителям – приводите детей на пробные занятия, пробуйте, изучайте, что такое ментальная арифметика, какие результаты она дает и самое главное, как отреагирует на это ребенок. После нескольких месяцев занятий ребенок может выполнять сразу несколько умственных операций одновременно, при этом совмещать логическое и творческое мышление. Әбетті, бұл 2000 ел евелсі ішлеп чықарылған эсап усулы бүгінгі күнімізге пек мешур олып, аман-аман әлі 2 мемлекетте мевджутыр. Көргеніміз кібі, менталь эсап балачықлар ве атты бұйыклер үшін пек файдалы олған бір шейдір. Чүнкі бұл усул ярдымы иле тәсіл алған балачықлар әм ойнағанда, әм шиыр айтқанда, әм де атты шпагатқа отырғанда сая білелер.